көптен күткен бостандыққа қол жеткізгеннен кейін Үндістанның мұсылман және буддизм ұстанатын халықтары бірін-бірін британиялықтардан да қатыгездене өлтіре бастады. Екі елдің шекарасын отқа май құйғандай территориядағы үндістер және мұсылмандардың санына қарай 40 күннің ішінде Үндістанда мүлде болмаған адам сызып берді. Мұсылман болсаң Пакистанға, индус болсаң Индияға. The partition of colonial India into two separate religious states. Pakistan, with 100 million Muslims, is created as a counterpart to India with 300 million Hindus. Бірақ халық тек мұсылман және үндістерден ғана тұрмайды. 400-ге жуық тайпадан құралған. Кейбір жергілікті княздар Үндістанға да Пакистанға да бағынбай, өздерінің жеке бостандығын армандайды. Сонда да мұның мүмкін еместігін біліп, бір жақты таңдамаса, үлкен қантөгіс болатынын түсініп отыр. Соңында әрбір облыс өз таңдауын жасады. Тек 3 облыс қана таңдаудан бас тартты. Біріншісі Джунагадх. Сызып берген картада жер арқылы байланыс болмаса да, Пакистанмен қосылғысы келеді. Сонымен теңіз арқылы байланыс орнататын айтқанда, мұсылман халқы 2%-ға ғана жуық екендігін алға қойып, Үндістан қарсылық білдірді. Қалай дейсіз бе? Баяғы классика. Жанармай және көмір жеткізу жолдарын жауып тастап, әуе және почта байланысын үзді және әскерін енгізді. Соңында облыс үндістандық болды. Жергілікті билеуші Пакистанға қашып құтылды. Ал Джамму және Кашмир облысының тағдыры керісінше, жергілікті халықтың көбісі мұсылман, бірақ басшылары Үндістанға қосылғысы келеді. Жалпы олар да жеке бостандықта және сауда қарым-қатынасында ғана болғанды армандап тұр. Осы кезде Пакистан мұсылман халқын құтқару мақсатында күштеп алып кетіп жатты. Ал округ басшылары Индиядан көмек сұрады. Үндістанға керегі де осы. Осылайша Үндістанға қосылған туралы 2 актіге қол қойылды. Сонымен бәрі бітті деуге мүлдем келмейді. Міне соңғы 75 жыл бойы осы даулы жер үшін үздіксіз соғыс қимылдары жалғасуда.